Қайырлы күн достар, біз бүгін Pinduoduo сайтынан товарға возврат жасап үйренеміз. Видеоны өткізбей көріңіздер, себебі түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қараңыздар, возврат жасамас бұрын сіз жасау керек бір өте маңызды қадам бар. Ол Pinduoduo сайтында Тото, яғни Додо кошелек болады, соны өшіруіңіз қажет. Егер оны өшірмей жатып возврат жасасаңыз, сізде возврат Каспий Голд немесе Alipay қалай төлейсіз, соған емес, сол Додо кошелекқа кетіп қалуы мүмкін. Ол Додо кошелегін тек Қытай азаматтары ғана пайдалана алады деген ақпарат бар. Енді сіз видеоны көріп Додо кошелекті өшіріп қойған болсаңыз, возврат жасайық. Міне, Pinduoduoға кіреміз. Pinduoduoда өзіміздің жеке кабинетімізге барамыз. Заказ берген товарымызға барамыз. Міне қараңыздар, осы жердегі ең бірінші жазуды таңдайсыздар, яғни возврат жасау деген. Міне сізде осындай бет ашылуы қажет. Бірінші сол возврат жасау деген білдіреді. Екінші міне бос тұрған жерде жаңағыдай сіз себебін көрсетуіңіз керек. Скриншот жасап, перевод жасап көрсеңіздер болады, не туралы жазылған, яғни возвраттың себебі. Мына жерде қарасаңыздар, бірінші сатып алғым келмей қалды, одан арзан товар көрдім деген варианттардың ішінен өзіңізге керегін таңдайсыз. Мен мысалы екінші тұрған да таңдаймын. Бұл товардан да арзан товарлар көрдім деген сияқты. Міне астында қызыл жазуды басамыз. Бізде міне возврат болды. Маған дәл соған ұқсас товарлар шығарып береді сайт. Себебі мен одан арзаны керек деген сияқты себеп таңдадым. Енді қараңыз, мен Каспий Голд картамен төлегендіктен маған возврат Каспий Голд картаға түседі. Егер сіз Alipayмен төлесеңіз, сізге Alipayге, WeChatпен төлесеңіз, WeChatқа түседі. Егер де Додо кошелекті өшірген болсаңыз. Міне виза деген жаңағы мен Каспий Голд карточка.